Бұл жағдай жаңа ғана үйге қайтып келе жатқанда болды. Райымбектен оңға Тілендиевке қарай бұрылғаным сол еді. Алдымнан екі қолын ербелеңдетіп, машинаның астына түсетіндей бір кісі тұра жүгірді. Бір нәрсе болып қалды ма деп тоқтап едім. Орта жастағы қолы май-май бір кісі жүгіріп келіп, інім, шаруаға кетіп қалды. Машинада ақсақал бар еді. Осындай жерге жеткізіп тасташы. Үлкен кісі еді. Бір сағаттан асты. Қолында трубка салынған. Шыдамай отыр деді. Барар жерім Момышұлының бойындағы қарттар үйі екен. Жақсы дедім. Рысқұлов кептеліс екен. Ұзақ тұруға тура келді. Ақсақал басында менен ауылың қай жақ, қай елсің, не істейсің деген әдеттегі сұрақтарды қойды. Жамал сөйлестік. Бір кезде ол кісі маған жас жігіт екенсің, бір нәрсе айтайын. Айтыңыз ата деп ұялы телефонның диктофонын қосып қойдым. Оқыған тоқыған бала көрінесің, әлі өсесің, қызметке қолың жетеді. Бірақ бір нәрсені есте ұста. Билік мәңгі емес. Қолың жетсе адам баласын қорлама. Билік қолымда екен деп адам қорлаған иттіктің көкесін жасағаннан бірі мен, деді. Мен сол сәтте артыма бұрылып тұрып қарап қалдым. Шын мойындау ма, өтірік дүние ма десем керек. Бір кезде жалғастырды. Ішкенім артында, ішпегенім алдында шалқып өмір сүрдім. Бүгін қарттар үйіндемін. Жас кездегі жамандықтарыма қайтарым. 3 әйел алдым. Бірінші әйелім билікке қол жетпеген кезде үйленген. Өмірдің шыжығын бірге өрген жақсы жан еді. Кейін қызметке қол жеткен соң ақша көбейіп, көзге шел біткен соң айналамызда сұлу сылқымдар көбейді. Бәйбішені ұмыттық. Түсінігі мол адам еді. Ың-шыңсыз ажырасты. Шағымданса ол заманда партиядан қуылып, жұмыстан кетіруге болатын заман. Бірақ бірінші әйелім бүйтпеді. Оған өкінген менде жоқ. Үй бар, шопыр бар, көлік тұр, сұлу сылқымдар айналада. Содан кейін тағы әйел алдым. Екінші әйелім беті қызылдың бірі болды. Мен емес көкей ақша екен. Сондықтан егер үйленбесен айтарым, дегеннен дүние сұраған беті жылтырдан бес. Өмірдің шыжығын бірге өруге дайын, әр нәрсені түсінетін, көңіліне қарайтын, шын жаны ашитын адам ғана теңін. Сұлулығын бұлданып, сырында, шынында айтпайтындар қолыңнан билік пен ақша кеткенше ғана. Бәйбішемнен 2 ұлды болдық. Қарап отырсам бақыт деген сол бала-шағаның дүниеге келгені. Пәтерден пәтерге көшіп жүріп үйлі болғаның. Қызметтен қызметке өскендегі у-шуы мол қуаныш. Ал екінші әйелім ақша, дүние, киім барда жайдарлы. Шоқ болса бар жақсылығында 3-ақ минутта жамандыққа айналдыра салып қарап отыратын. Еркелік деп мән бермеппін. О патшағардан бар көргенім төсек қатынасы. Басқа бақыт көрмеппін. Кейін билік тайған күні күліп тұрып, күл болмасаң бүл бол деп есікті жауып кете берді. Бәйбішеме қайта бардым. Өсіп қалған балаларым онша қабылдамады. Бәйбішем қабылдап, кейін қызметке қайта қол жеткіздім. Қызмет өскен соң қайта баяғы өмір. Жанұямды тағы тастап, қайта бір сылқымға үйлендім. Тағы жанұялық бақыт емес төсек қатынасын таңдадым. Оқиға тағы қайталанды. Екеуінен де бала шағалы болмадым. Кейін тақта бақта кеткен соң әр нәрсенің басын шалып жүріп, ақыры жеткен жерім қарттар үйі болды. Әйтеуір өлмегеннің күні қызметте жүргенде ініме үй алып беріп, жұмысқа тұрғызып сүйреп едім. Қазір келіп анда-санда алып кететін де сол. Кезіндегі жалғыз жақсылығым сол. Бүгін қайтарып жатқанда сол. Бүгін үйінен қайтып едім, жолда көлігі бұзылып, кезінде қызметтеміз деп қарапайым адамдармен де сөйлесуден қалыппыз. Қазірде қария болып, салиқалы әңгіме айтып, шежіре тарқатып, әңгімені айтып, бір қарттың өмірін сүру жоқ. Газет оқимын, телевизор көрем, саясат соғам. Анау ана жерге келіпті, мынау мында кетіпті, іштей мынауда бір итау деп пасық болжам жасаймын. Бірақ ол кімге керек? Өткенде министрліктен адамдар келді. Баяғыда қызметте жүргенде бір жас жігіт келіп еді қарамағыма. Сол байғұсқа істемегенім жоқ. Боқтығымды да естіді, елдің көзінше жерден алып жерге де салдым. Ақыр қызметтен қуып жібердім. Маған сол баланы не істеп қойған білмеймін. Бәлкім қызметтің буы. Өткенде сол қарттар үйіндегі тексерісті бастап келді. Екеуміз бір-бірімізді жазбай таныдық. Бірінші қатарда отыр едім, келіп амандасты. Амандық сұрасқаннан басқа ештеме демеді. Бірақ көзінен жек көрудің, өмір алма-кезек жетіпсін жетер жеріне деген жазуларды оқыдым. Жер шығып отырып қалдым. Не ексен соны орасың деген рас. Бүгін еккенімді орып отырмын. Кезінде сүйіп қосылған жарыма, балама қарамадым. Бүгін олар да маған қарамайды. Кезінде талайға иттік істедім. Алдымнан сол шығып жатыр. Балам, бақыт деген қызметте, ақшада, тілі тәтті сұлуда, жылтыраған көлікте емес, бақыт деген тату тәтті отбасың, қарапайым жарың, бала шаған, анда-санда жылт ете қалған қуаныштар, елмен емін еркін, жарқын әңгімелесіп, бір шәугім шайды тыныш ішу, қиналып жүріп үй салып біткендегі қуанышты көрсең, тірнектеп жүріп көлік ал, әкем көлік алды деп бала шағаның қуанғанын көрсең. Сондай бір қарапайым нәрселер бақыт, иттігін бәрібір алдыңнан иттік болып шығады деп атамыз мұңға берілді. Негізі әңгімесі ұзақ болған еді, сәл қысқартып айтқаным. Ентігіп отырып айтқан әңгімесі осындай. Өзі сөзшең де адам емес екен. Талай нәрсе айтқысы келгенін түсіндім, бірақ жеткізе алғаны осы.
момышұлындағы қарттар үйіне жеткізіп ішке кіргізіп жібердім. Алдынан ақ халатты жас қыз күтіп алды. Зіркілдеп кіргізіп бара жатты. Бәлкім мен туысы деп ойлап қалдым ба, маған да бірдеме айтып кетті. Қырқылдап сұрап алады, ерте әкеліп тастамай ма екен? Қаңғыртып тастап кетеді, алып кетіп не қыласыңдар? Сасып кетіпті, жуындырып әкелмейсіңдер ма? Пенсия сана керек сендерге. Дегенде жүрегім зірк ете қалды. Шалдың айтқандарынан кейін көз алдыма қазір титтей қызмет сымағы бар, бірақ аспаннан салбырап түскендей жүрген біреулер келді. Ойланып кетсем керек. Бағдаршамда тежегішті жіберіп қап, алдымда тұрған машинаны тық еткізіппін. Мең-зең қалыппен шықтым. Қазақ екен. Келіп қарады, күліп, ештеме жоқ екен деді. Сосын қол беріп, абайлап жүре ғой бауырым деп көлігіне мінді. Ішімнен риза болып кеттім. Ол кісіге ішімнен, сен точно жаңағы ақсақалдай өмір сүрмейсің бауырым деп ойладым. Билік, ақша, жылтыр көлік, алты қабат особняк, сұлулық, атақ, бос сөз, жүрегі тыныш адам ғана бақытты, жүрегі тыныш, тек жақсы адам ғана. Жаман адамның қанша бай болса да жүрегі ешқашан тыныш болмайды. Бүгін қорлайды, ертең қорланады. Сөйтіп иттікпен өмірден кетеді. Жақсы адам, жақсы іс қана жақсы өмір сүруге лайық. Жақсы адам болайық, ағайын.